Сәлем достар, бүгін менің асханамда пиде жасауды үйретемін сіздерге. Ол үшін бізге қажетті заттар. Осылай пампушкамызды ертіп аламыз. Одан кейін сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып болғаннан кейін 2 қасық, шай қасық қантымызды саламыз. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Одан кейін дрожжімізді саламыз. Дрожжімізді салып болғаннан кейін майымызды құямыз, жаңағы еріткен. Одан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Дәл осы видеодағыдай бәрін қосып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырыңыздар. Себебі тұзымыз, қантымыз еру керек. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды жаймен салып отырып, араластырып отырып илейміз. Илегенде қолымызға қатты жабыспау керек. Қолымызға жабыспау керек. Егер ұн қажет етсе, салып, тағы да осылай илеп аламыз. Иі қанғанша әбден илеп аласыздар. Одан кейін бетін жауып 1 сағат демалдырамыз. Дәл видеодағыдай осылай 1 сағат демалған қамырымызды одан кейін 4 бөлшекке бөліп, осылай қамырымызды 4 бөлшекке бөліп аламыз. 4 пиде шығады яғни. Видеодағыдай жайып, ұзынша жаямыз, өйткені пиде осылай ұзынша болады. Түрік пидесі. Бұл негізінде пицца дейді. Негізінде түрік пиццасы. Оны түріктер пиде деп атайды. Осылай 2 жағын ұн сеуіп, жақсылап тұрып ұзартып аламыз. Жайып болғаннан кейін 2 жағын осылай дәл видеодағылай қайырып шығасыздар. Видеода қарап тұрсаңыздар, 2 жағын қайырғанда қайық сияқты болады. Себебі
ішіндегі сыры сыртқа ағып кетпеу үшін осылай жасайды түріктер. Одан кейін жақсылап сырымызды толықтырып сеуіп шығамыз. Сырларымыз сеуіп болғаннан кейін дәміңізге қарай, өзіңіздің қалауыңызға қарай колбаса, помидор осылай қойып шығамыз. Ішіндегі начинкаларын қойып болғаннан кейін үстінен тағы да жақсылап тұрып ірімшігімізді себеміз, сырды. Дайын болған пидемізді қызып тұрған духовкаға саламыз, пешке. Салмас бұрын жан-жағына жұмыртқаны жағып шығамыз. Духовканың қызуы 180-200 градустан аспау керек. Үстінде ірімшікті, яғни сырымызды нанымыз піседі дегенде салсақ та болады. Пидеміз 10-15 минутта дайын болады. Асыңыз дәмді болсын.